Нағыз емтиханда келген есептерді шығаруды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма: массаны граммен көрсетіп, нәтижені стандартты түрде жазыңыз. Бізге берілген 965,5 килограмм. Бірінші бізге оны грамға айналдыру керек. Өйткені граммен көрсетіп дейді. 1 килограммда бізде 1000 грамм. Онда мынаны грамға айналдыру үшін біз 1000-ға көбейтіп жібереміз. Сонда бізде үтір 3 орынға жылжиды. Демек 965,500 деген сан шығады. Бұл грамға айналғанда. Енді осыны стандарт түрінде жазамыз. Стандарт түрінде жазу дегенде, мысалы мынау, қарап жіберейікші. Бүтіндері 9 бүтін деп тұр, мында 9 бүтін деп тұр, мында 96. Стандарт түрде жазған кезде мынау бүтін бөлігі әр уақытта А-ден бүтін бөлігін. Ол бізде бірден үлкен немесе бірге тең және 10-нан кіші. Былайша айтқанда 1 мен 10 арасында жату керек. Енді 96 1 мен 10 арасында жатпайды. Онда С варианты бізге келмейді, Д варианты да келмейді стандарт түрге. Енді осы екеуі ғана қалды. Мына 10-ның 6-шы дәрежесі десе, үтірді 6 орынға жылжытамыз, демек мынадан кейін әлі 3-0 болады. А бізде 2-0. Онда Б варианты келіп тұр ғой. Міне 9 бүтін 1655 көбейтілген 10-ның 5-ші дәрежесі грамм. 10-ның 5-ші дәрежесі десе, мынаны 5 орынға үтір жылжытамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда мында әлі 2-0 тіркеледі ғой. Сонда мына сан өзі шығады. Сол себепті бізде дұрыс жауабы Б. Келесі тапсырма: көбейткішті түбір астынан шығарыңыз. Түбірдің астында 245. Бұны бірінші көбейткіштерге жіктейік. 245 деген ол 49 көбейту 5. 49-ды жеке түбірдің астынан шығарсақ, ол 7. Сонда 7 түбір асты 5. С варианты. Келесі: бұрыштың радиандық өлшемін табыңыз. 320 градус. Бұны жауабынан да тауып алуға болады. 16 пи, мысалы А вариантын қарайық. 16 пи бөлінген 9. Пи деген 180. Сонда 16 көбейту 180 градус бөлінген 9-на екеуі қысқарады. Мұнда 20 градус қалады. 16-ны 20 градусқа көбейтсек, бізде 320 градус шығады. Сонда А варианты. Қалғандарын осылай тексерсек, олар келмейді. Бір мүшені стандарт түріне келтіріңіз. Берілгені -5-тен 3 А квадрат X, Y куб көбейтілген, мына жерде 3-тен 2 AX квадрат Y. Араларында көбейту болғандықтан, мына екеуі қысқарады. Минус, аларды көбейтейік. А квадрат көбейту А-ның 1 дәрежесі деп түсінеміз. Көбейткенде негіздері бірдей болғанда дәрежелері қосылады. Сонда бізде не қалады? А-дан бұрын мына жерде коэффициентін жазып алайық. -5-тен 2 А дәрежелерін қосқанда жаңа ғана айттық 3 болады. X-тердікін санаймыз. Мынаның дәрежесі 1, мынаныкі 2 қосқанда 3 болады. Y-тердікі мынаныкі 3, мынаныкі 1. Көйткен кезде қосамыз дәрежелер, сонда 4 болады. -5-тен 2 А куб, X куб, Y-тің 4 дәрежесі. Ол А варианты. Келесі тапсырма: сызықтық емес теңдеулерді таңдаңыз. Сызықтық емес. Бірінші сызықтық деген қандай болады, соны анықтап алайық. Y-тен болады К, X қосу B түріндегі функция, ол сызықтық функция деп аталады. Бұл жерде біз түсінеміз, мынау К және Б дегендердің орында бір қандай да сандар тұрады. Мысалы, Y-тен болады 3X минус 2 деген сияқты. Бұл жерде К 3-ге тең, Б минус 2-ге тең деген сөз. Ал енді қарайық, мысалы, бірінші вариант жазып алайын. X, Y-тен болады 12. Бұл жерден Y-ті өрнектейтін болсам, ол 12 бөлінген X болады. Біріншіге ол келмейді, өйткені X бөліміне кетіп қалды. Бізде X бөлімінде емес қой, міне көбейту X дегенде алымында. Мысалы, мынандай болса, Y-тен болады, айталық, 12-ден 1X деп басталса, азайту 4, мысалы, оны сызықтық функцияға біз жатқызатын едік. X бізде алымында деп түсінеміз. Тіпті мына 4 болмаса да жатқызамыз, өйткені B 0-ге тең деп түсінетін едік. Ал мынау бізде мүлде келмейді, сондықтан бұл сызықтық емес. Бұл негізі кері пропорционал функция ғой, сызықтық емес. Сонда бізде жауабында қазір 1 деген болу керек қой, бірінші келмей тұр ғой. Сонда ол Б варианты немесе Д варианты. Қалғандарын қарастырмауға болады деген сөз. Мына екеуін қарастырмаймыз. Ал Б вариантын қарайық, 1 және 2 дейді. Енді көрейік, 2 сызықтық функция бола ма, болмай ма? 2X плюс 3Y-тен болады 6. 3Y-ті қалдырсам, мынау кері бетке көшкенде минустан басымен көшеді. Минус 2X плюс 6. Осыдан Y-ті тапсам, минус 2X плюс 6-ны 3-ке бөлу керекпін. Әрқайсысын жеке-жеке бөлуге болады. Минус 2X бөлінген 3 плюс 6 бөлінген 3 деп. А бұны былай да жазуға болады ғой. Y-тен болады минус 3-тен 2X плюс 6-ны 3-ке бөлсек 2.
ол мына формулаға келді. Бізде k-ның орнында -3-тен 2, бұның орнында +2. Бұл сызықтық функция. Сонда мына жауапта келмейді, онда D варианты болады бізде. Көбейткіштерге жіктеңіз. 6-шы тапсырма. А куб минус 64. Бұны қысқаша көбейту формуласына келтіреміз. Бізде бар ғой, x куб минус y куб. Екі өрнектің кубтарының айырымы деген. X минус y, сосын x квадрат плюс xy плюс y квадрат деген. Соған келтіреміз. Сонда ол а куб минус 64 деген ол 4-тің кубы. Өйткені 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсек 64 шығады. Мына формулаға қоятын болсақ, а минус 4, сосын а квадрат плюс 2-ін көбейтін десе, яғни 4 пен а-ның ол 4а плюс y квадрат. Біздің жағдайымызда ол 4y-дің орнында. Сондықтан 4-дің квадраты 16. Бұл қай вариантқа келеді? Сонда ол С варианты болады. 7-ші, келтіру формуласын қолданып өрнекті ықшамдаңыз. Синус 3π бөлінген 2 минус альфа. Келтіру формуласын қолданғанда біз екі сұраққа жауап береміз. Бірінші, функцияның атауы өзгере ме? Мысалы, синус косинусқа, тангенсқа айнала ма деген сияқты. Бірінші сұрағы болады, ал екіншісі, функцияның таңбасы қандай болады? Плюс, минус. Соны анықтаймыз. Осыларды қалай анықтайды? Бұны сендер биыл 9-шы сыныпта өттіңдер. Так, бірінші сұрақ сонымен. Функцияның атауы өзгере ме? Мынау синус косинусқа айнала ма? Оны білу үшін біз қараймыз, мына жерде бүтін пи болса, мысалы синус айталық 3π-дан басталса, иә, мына жағында бізге маңызды емес, минус альфа плюс альфа айырмашылық жоқ. Мысалы косинус 2π бөлімі жоқ деген сөз ғой, плюс альфа. Немесе тангенс жай ғана пи минус альфа деген кезде функцияның атауы өзгермейді. Мынау синус болып солай қалады, сосын ары қаратай альфа деп жаза саламыз. Мынау косинус альфа деп жаза саламыз. Мынау тангенс альфа деп жаза саламыз. Бірақ таңбаларын анықтау керек. Мен таңбасын анықтаған жоқпын әлі. Ал егер де бізде бөлімінде бір нәрсе болса, мысалы 3π бөлінген 2, 4π бөлінген 5, мына жерде бөлімінде сан болса, онда функцияның атауы өзгереді. Мынау сонда косинус альфа болып кетеді. Екінші сұрақ, функцияның таңбасы қандай? Таңбасы қандай? Плюс па, минус па? Оны білу үшін біз бастапқы функция, яғни синустың өзі, сосын 3π бөлінген 2 деген, ол нешінші ширекте орналасады. Одан альфа. Альфа ол бір какой-то сүйір бұрыш. 3π бөлінген 2. 3π бөлінген 2 деген ол неше градус? Пи деген 180, 180-ді 2-ге бөлеміз 90, 90 көбейту 270 градус. И одан бір альфа деген бұрышты азайтып тастаймыз. Альфа деген сүйір бұрыш. 270-тен, мысалы 20 градус азайтсақ, 250 градус. 250 градус деп енді примерно ойлайық. Өйткені біз білеміз, альфа ол сүйір бұрыш. 250 градус ол нешінші ширекте орналасады? Мына жерде 0, мына жерде 90-ға дейін градустар орналасады бірінші ширекте. Мында 180-ге дейін екінші ширекте. 180-нен 270-ге дейін үшінші ширекте. Демек, біздің бұрышымыз мына үшінші ширекте жатыр. Ал бастапқыда қандай функция болды? Синус. Синустың таңбалары плюс, плюс, минус, минус. Значит, оның таңбасы минус. Демек, минус косинус альфа болады. Қателесіп косинустықын қарап кетпейміз, бастапқы функцияны қараймыз. 8-ші тапсырма. Есептеңіз а 20-дан 2 тен болады. Бұл орналасу формуласы ғой. А n-нан m формуласы бізде n факториал бөлінген n минус m факториал. Сонда бізде болады 20 факториал бөлінген 20 минус 2 факториалы. Осыдан 20 факториалы солай жайып қала тұрсын. Мына жерде 20 азайту 2, ол 18 факториал. 20 факториал деген ол бірден бастап 20-ға дейін барлық натурал сандардың көбейтіндісі. Оны мен былай жазайын, 18 факториал десем, ол 18-ге дейін көбейтіліп тұр. Бірақ маған 20-ға дейін болу керек қой, сондықтан көбейту 19, көбейту 20 деп жазамын. Мынау бөлімі солай қалады, сонда екеуі қысқарады. 19 көбейту 20, 380. Д варианты. 9-шы жәшікте 9 қызыл, 6 көк, 5 жасыл шар бар. Так, қызыл бізде 9, көк бізде 6, жасыл бізде 5 екен. Жәшіктен алған шардың жасыл болу ықтималдығын тапты. Ж дей салайыншы енді. Жасыл болу ықтималдығы. Бізде ықтималдықтың формуласы n бөлінген m. n ол бізде қолайлы жағдай. m ол бізде барлық жағдай. Қолайлы деген бізге керек жағдай. Енді қояйық, p жасыл бізге керек, иә? Сонда n қолайлы деген бізге керегі
жасыл шар болу керек қой. Жасылдардың саны 5, ал онда 5 екен. М ол барлық жағдай. Барлық бізде неше шар бар? Бізде барлығы 9 қосу 6 қосу 5. 20, иә? 20 шар бар. Сонда 20-дан 5 болып тұр, екеуі қысқарады. 5-ке сонда 4-тен 1. С варианты. Шаршы қабырғасын 3 есе үлкейтсе, оның ауданы қалай өзгереді? Бізде бір шаршы. Оның қабырғасы А болсын. Ауданы, онда шаршын А көбейту А болады ғой. Ол А квадрат. Енді оның қабырғасын 3 есе үлкейтіпті. Дәл осы. Енді 3 есе үлкейтсе, ол қабырғасы 3А болады деген сөз. Мынау 3А болып кетті, мынау 3А. Онда оның аудан табу үшін мынау екі қабырғасын көбейтеміз, осында 3А көбейту 3А болып кетеді. Ол 9А квадрат болады. Енді салыстырамыз. Бұрын ол А квадрат болды, қазір ол 9А квадрат болып кетті. Не істеді? 9 есе артты. Сонда дұрыс жауабы Б болады.